экран, экипаж, экскаватор, эскалатор, энциклопедия, электр шамы, эстафета, эстрада, экватор. Дана, сен дыбысына басталатын сөздерді оқып жатыр екенсің. Дыбысы басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездесетін дыбыс емес пе? Иә, біз қазақ тілі пәнінен дыбысын өтіп жатырмыз. Дауысты жіңішке дыбыс. Дауысты дыбыс болғандықтан буын жасауға қатысады. Дұрыс айтасың. Сен осы сөздердің ішінен біреуін таңдап алып, оған мәтін құраш. Мәтін құрау үшін алдымен мәтіннің тақырыбы бойынша болжау жасау керек. Болжау дегеніміз берілген мәлімет бойынша мәтіннің мазмұнын алдын ала анықтау. Жақсы, тырысып көрейін. Онда мен экскаватор сөзін алдым. Сәттілік.